Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғымыз келсе, арнадағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. 13 маусымға арналған ауа райы болжамы. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты 13 маусымда еліміздің басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады. Жаңбыр жауады, күн күркірейді. Республиканың солтүстігі мен шығысында нөсер жаңбыр, бұршақ жаууы мүмкін. Тек Қазақстанның солтүстік батысында және оңтүстік батысында жауын-шашын болмайды. Қазгидромет РМК мәліметінше республика бойынша жел күшейеді. Күндіз батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстарында, Қостанай облысының оңтүстігінде қатты ыстық болады. Батыс Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарында, Жетісу, Ұлытау облыстарында, Маңғыстау, Түркістан, Қостанай облыстарында, Ақтөбе облысының солтүстік шығысында, оңтүстікте Абай облысының орталығында, батыста, оңтүстікте Қарағанды облысының орталығында жоғары өрт қаупі бар. Атырау, Маңғыстау, Түркістан, Қызылорда облыстарында, батыс Қазақстанның батысында, Ақтөбенің оңтүстігінде, батысында, Жамбылдың шығысында, солтүстікте Алматы облысының орталығында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Сізді тамашалауда жалғастырыңыздар, сау саламатта болыңыздар.